болған жағдайда сөйлеп толықшан қазір келген сөз. Кім келді қазір? Бірінші ремонтта бізде қазір деген сөз шықты, екіншісінде алдан деген сөз шықты. Бірінші ремонтқа сөйлеу ағам, біз қазір сабақта отырмыз. Өте жақсы. Ал екінші ремонт ағам алда келе жатыр. Бірінші ремонттан шыққанымызды қазір екінші ремонттан шыққанымызды ағам. Бірінші ремонттың әңгімелері қазір келіп мектепте. Қазір мектепте келген. Алда келген сержан мүшелері жарыстан. Сержан жарыстан алда келді десем болады. Çünkü мына жерде қазір дегенде ы жазып кеткен екенсің, бұл жерде і жазылады. Келді дегенде і жазылады. Қателігін айтып, жақсы. Жақсы бала, өте жақсы. Яғни бізде істеу сөз қандай сөз шықты? Қазір. Қашан? Қазір. Алда. Жайсыз. Енді келесі бізде төртінші тапсырма, иә? Төртінші тапсырмаға бізде берілгенін оқи ғой, төртінші тапсырманы. Біреуін оқу, абай оқи ғой. Үстеудің мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Жақсы, үстеудің мағыналық түрлері тиісті сөздермен сәйкестендір. Яғни бізге мына жерде үстеулер берілген, соны сәйкестендіруіміз керек, иә? Яғни мағыналық түрлеріне қарай. Әр топтан жылдам сабаққа қатысып қойып тұрған. Біз білеміз, да? Үстеудің мезгілге, мекенге, сын қимылға қашан дегенде? Ертеңгі жауап береді. Тезектен қалады. Бұдан тұрыңыз. Қал түсте. Қашан жал түсте жақсы келеді. Кел. Нұрлан. Нұрлан. Жақсы. Кел. Күндіз күні. Жақсы. Кел. Мақсат келе ғой. Кел. Апай. Апай сен келе ғой. Апай. Бұдан. Кел. Келе ғой, кел. Келе ғой, және кел аяғын. Кел сынбай. Аяғын кел тезет. Сынбай. Қайда, жақсы. Қара көздей. Алға. Қайда. Жақсы. Кел. Айдас кел. Келе ғой, кел. Батыр қайда. Жақсы. Енді өздеріңіз орналастырыңыз. Яғни қашан деген сұраққа жауап беретін ертең, дұрыс па? Ертең, қалсы, күні бойы, күндіз түні, бүгін. Қашан деген сұраққа жауап бере ма? Жақсы. Енді қайда деген сұраққа жауап береді?
Qanday жануарды көрсің? Орныңда тұра ғой. Тасбақаның суретін көріп тұрсың, иә? Яғни тасбақа баяу жүреді. Бұл жердегі үстеу сөз қайсысы? Сұрақ қойшы. Тасбақа баяу жүреді. Қалай жүреді? Баяу жүреді. Яғни үстеу қай сөз? Баяу. Екінші суретке бұлай балаға ат қояйық. Бірінші балаға Алихан қалай жүгіреді? Тез жүреді. Тез жүгіреді, өте жақсы. Яғни бұл жердегі үстеу тез деген сөзді. Жақсы, екінші балаға ат қоя алмайды. Кез келген ат қояды. Санжар қалай жүгіреді? Жай жүгіреді, яғни баяу жүгіреді да. Яғни бұл жердегі үстеу қай сөз? Баяу сөзі. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыздар балалар. Енді балалар біз кітабымызда 6-шы тапсырма бар. 6-шы тапсырманы оқи қойыңыздар. Апай демейді, ол өте жанды соқиды. Үш демектің әрбірінің ішіне атына сәйкес демектің үстінде демектің солардың өзінің суретіне сал. Жақсы. Апай мен шығар. Қазір ол. Яғни бізге 3 сурет берілген, иә? 3 сурет берілген. Және бұл жерде сөздер берілген. Бірінші суретте қандай сөздер берілген? Мезгіл, шапшаң, кеше, бұлтыр. Енді бұл жерде қайда салынған сөздер бар, соларды әрқайсының өзінің себебіне салуымыз қажет. Gel, Muhammed gel. Muhammed gel. Çizeceğiz var. Nasıl gitti? Nasıl yeni karakter var? Megen istiyor. Bize sıra kalaydı. Қайда? Ескіше дегенімізде қайда деген сұраққа жауап бере ме? Жоқ, қате. Алда деген? Дұрыс. Шапшаң деген? Жоқ, қате. Ақырын деген сыз қимылға жауап бере ме? Дұрыс. Қалай? Дұрыс. Қазақша қалай? Жоғары төмен қалай? Жақсы. Енді мезгіл үстеуін қарай. Кеше, дұрыс па? Қазір? Дұрыс. Былтыр? Дұрыс. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасына 5-ші жаттығуды жазып аламыз. Егер 5-ші тапсырма. Үй тапсырмасы 5-ші жаттығу. Үй тапсырмасы 5-ші жаттығу. Үй тапсырмасы 5-ші жаттығу. Бесінші жаттығуда бізде балалар. Бесінші жаттығуда бізде жұмбақ берілген, жұмбақ көшіріп жазып, шешуін табасыздар. Және осы жұмбақтың ішінде үстеулерді табасыз, және оның үстеу екенін білесіздер. Жақсы балалар. Бүгінгі сабақ сізге түсінікті болды ма?
Kapatsangiz bunday. Karam var degan siyaqda. Endi mayliga magnitni olib, kelib narsalarni kelib shu stop beraversangiz. Katta kadar tutsanız da болады.